Баршаңызға қайырлы кеш, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, тәтті торттың рецептісін ұсынғым келеді. Яғни сүтті қыз, молочная девочканың рецептісін. Дәл осы рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне 1 банка сгущенканы құятын боламыз. Енді жақсылап екеуін миксерлейміз. Ендігі кезек ұнға келді. Ұнымызды сеткадан өткіземіз. Дәл видеода көрсетілгендей. Және ұнымыз жоғары көтерілмес үшін алдымен осылай араластырып аламыз миксермен, одан кейін барып миксерлейміз. Қопсытқышымызды қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Не достар, біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай қаймақ тәріздес болу керек. Енді алдын алы формасын сызып аламыз. Форма 20 см болды менде. Әр пергамент бумагасына дәл осы видеода көрсетілгендей қылып, дөңгелек формада сызып аламыз. Менде 6 пергамент бумагасына сызылды. Енді біздің дайындаған қамырымызды бір-бір қасықтан алдымен салып шығамыз. Барлық формаға бірдей көлемде біздің қамырымыз жету үшін. Ал артылып қалғанын кейін қалғанына жайғастырып шығатын боламыз. Міне достар, менде 6 бөлігіне қамыр жағылып шықты. Енді осындай құралдың көмегімен біздің қамырымызды дөңгелек форманың көлеміне сәйкес қылып жағып шығамыз. Міне достар, бізде 6 коржымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа беті золотистый түске айналғанша пісіретін боламыз. Шамамен 5 немесе 6 минуттай. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өзіңіздің пешіңізге қарай пісіресіз. Енді молочная девочка тортының біз қазір кремін жасайтын боламыз. Ол үшін жаңадан шыққан, тоңазғыштан шыққан сливкиімізді жақсылап осылай миксерлейтін боламыз. Сливкидің майлылығы 33-35% болу керек. Көп миксерлемейміз, өйткені сливкидің өзі еріп кетуі мүмкін, яғни кремі шықпай қалады ондай жағдайда. Оның үстіне бізде тоңазғыштан шыққан творожный сыр және сахарная пудраны себетін боламыз. Кішкене мөлшерде ғана миксерлейміз. Міне бізде креміміз дайын болды. Енді осы кремімізді кондитер мешогына алдын алы салып аламыз. Біздің креміміздің сборкасын жасаған кезде жағуға ыңғайлы болу үшін. Енді тортымыздың сыртына обтяжка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті ингредиент ол сары май және сахарная пудра екеуін жақсылап қазір миксерлеп алатын боламыз. Осындай сұйықтық болғанша, енді біздің сары майымыздың түсі сары болғандықтан, біз ақ краситель қосамыз. Кез келген кондитер дүкендерінде ақ краситель сатылады, тамаққа қосуға арналған. Оның үстіне біздің творожный сырымызды қосамыз. Бұл кремді де біз кондитер мешогына алдын алы салып қоямыз. Енді молочная девочка тортының сборкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен біз кремімізді жағып, оның үстіне коржымызды қоямыз. Крем жаққан себебіміз біздің тортымыз жылжып кетпес үшін. Оның сыртынан ацетатная пленканы қоямыз.
Бізде тортымыз түзу шығу үшін қажет. Енді кезек-кезек алдымен коржды, оның үстіне кремімізді жағып шығамыз. Кремнің үстіне қайтадан коржды қойып, қайтадан кремімізді жағып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Міне біздің тортымыз дайын болды, сборкасы. Енді тоңазытқышқа бір күнге қалдырамыз. Обтяжкасына дайындап қойдық. Оны да біз бір күнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне достар, біздің тортымыз бір күнде тоңазытқышта тұрды. Енді сыртындағы ацетатная пленканы алып, біздің дайындаған обтяжка кремімізді біздің тортымыздың сыртына жағып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Енді шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколадты микроволновкада немесе водяная баняда жылытып аламыз. Оның үстіне сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып, енді тортымыздың шет-шетіне осы шоколадты жағып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Менде үйде бар жемістермен оформлениесін жасайтын боламын. Менде бұл жерде клубника, голубейка және мята. Дәл осындай бізде молочная девочка торты дайын болды. Достар, сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте оңай, жеңіл, әрі сонымен қатар дәмді болып шығады. Жақындарыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдауды да ұмытпаңыздар.